татуаж, қап-қара қас, биді айырады, на қарындас, билегенін көрген сайын кетеді бас. Жігіттер қарап алған аз-маз, біреулер тойып алған удаймас. Красавчик, молодец. Брат, сен рэпті жақсы оқиды екенсің, ал сен ауызбен әдемі жұмыс жасайды екенсің. Бастаймыз, кеттік. Сәлем түзу, арамой жол, қарапайым елміз тілектері көп. Жарық болсын әрдайым күн мен ай. Йоу, дайынсың ба? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Көктайғақ деп жатыр келесі аптада. Сол себепті жылы киініп жүр. Айлық түскенін білетін бала бізде бүгін қонақта. Жарек тамада емес шоумен, ақтаулық звезда. Кім олар? Нұрсұлтан сыйлаған Женазаров қуаныш. 7-ші шығарылым біз бастаймыз. Салем guys, welcome to my positive show, The Аузың Амай. Братан Макафолар, make some noise деп қояды. Бірден сұрақ. Екеуің соңғы кезде бірге жүрсіңдер. Подозрительный зат болмаса айта кетіңдер себебін. Енді бірге жүріп дегенде достық қой. Қуанышқа поддержка болған деп. Негізінде мен бір өзім емес. Бізден тағы команда бар. 4 адамбыз командада. Нұрлан дейтін бауырымыз бар, Айдар дейтін бауырымыз бар. Бізден Нұрлан дейтін жігіт, ол Қуаныштың бит дейді ғой, былай айтқанда, слайм. Тоже родной, бірақ еще бит жасаймыз, музыка жасайды, основной музыка істейтін кісі. Бізде 96-90-ның авторы музыканың Майгөтен деген бар, короче, соның да авторы. Не бар, тіптіке басым деген өлең бар, соның авторы. Көп деген. Тоже родной, бірге отырып музыка жасаймыз, кейде жиналып алып өзара көңіл көтеріп. Сондай. Рустан екеуміз бірге жүрген себебіміз, ол менің орныма жұрттармен алдын ала сөйлесіп, мынау шаруаларды бәрін, сол туралы сөйлесуге именно бұл кісі айттым, даладан іздегенше өз бір досымнан неге болмасқа деп та. Сен бүгін маған хабарластың мысалы, сонда сияқты. Айдар дейтін бауырымыз, ол дейтін енді, ол разорабочий енді, ол дейтін енді. Ол видеомен де айналысады, музыкамен де айналысады. Основной тоже идеяда көбіне сол беретін основной идея. Мы ол тоже музыка. Қуаныш, жалдап алдың ба не Lamborghini? Конечно. А қашан сатып аласың? Сатып алуға явно ақша жетпейді ғой, білесің ғой, қазірдің строго жалдап алады ғой, білесің. Армениядан алып көрмесек дейді. Жігіттер, жақында Қызық Таймс премиясын ұтып алыпсыңдар, құттықтаймын. Ақтаулықтардың копилкасына тағы бір жеңіс. Сұрақ: за какие заслуги вам дали эту премию? Там. Жама, 20 мың берді сатты. 20 мың берді. Бұл негізде маған Бейбіттің өзінің сыйлығы берген. Ол негізі Бейбітке берген зат қой. Бейбіт бұны маған берді та. Өзін маған берді. Білмеймін енді өзін көңілінен берді ма, бұл кісінің енді сау болсын, оған да айтады, ақтаулық кісіге берейік деп та. Бейбіт Көшқалиев дейтін әнші. Бейбіт Көшқалиев. Бұл қызық премияда Қуаныш пен Бейбіт Көшқалиев бірге дуэтпен шыққан. Сол кезде Бейбіт ағамызға берген. Ол Бейбіт сол жерде тұрды да, сахнада сразу маған берді. А мен на самом деле не ожидал, что он вообще маған берді. Күтпеген жағдайда. Неждан шықпа бір сөзбен кәдімгі. Қолыма ұстатып жүрген ғой, ұстатып өткенім бүйтіп қалған соң. Берген соң сразу қойып. Рахмет. Нұрсұлтан, енді сен Қуаныштың 3 жақсы қасиетін, ал Қуаныш Нұрсұлтанның 3 жақсы қасиетін айта кетсеңіздер. Қуаныш бірінші ең жақсы көретін қасиеті ол еңбекқор. Креативный, себебі қазір бұл текстін даже тыңдап қарасаңыздар да басқа рэперлерден немесе шығып келе жатқан хип-хоп әншілерден кішкене бір айырмашылығы бар да. Үшінші қасиеті юморға жақын адам, өте жақын адам. Нұрекең дейтін айтқан затын жалпы істеуге тырысатын кісі, өз затына немқұрайлы қарамайды. Любой өнерді болсын, қандай салада жүрсе де, бұл кісі да өз затына айтуы немқұрайлы қарамайды. Ашық кісі, закрыт емес та, жауық адамдар болады, ол тыйық, ондай емес, ашық қана емес. Орнымен айтып тастайды да, айтатын заттарды, дәл сондай, өзім де дәл сондай болғасын. Енді бір жағынан бауырым бірге уже қашан, біраздан келатырық қой екеуміз да. Енді жақсы достар дейтін қасиет көп болады ғой, на самом деле, тек 3 қасиет емес, қасиет одан да көп қой, на самом деле, айта берсең әңгіме бітпейді.
жылап бастайды екенсің. Ваш ребенок появился на свет уже талантливым. Сынок, ты что, опять рисуешь на обоях? И вы хотите дальше развивать эти способности? Да, всегда есть выход. Арт-галерея «Унер» приглашает вашего малыша-таланта в свои ряды. Подарите ребенку счастье, если вы недавно сделали дома ремонт. Мы ждем вас. Guys, attention please. Маңғыстаулық болғандықтан ру сұрамай кетпейміз. Мүмкін біздің көрермендерге ағайын болып келер шығарсыңдар. Руларың кім? Бәйімбет болады, Бәйімбеттің ішінде тараған Құрымқұл деген ру, Құрымқұлдың ішінде Есеналысымын. Соның ішінде енді арғай тарай берсе жетеді ғой руым. Енді нағашымды айтып кетейін. Нағашым Есен Жеменей. Есен Жеменей. Басқа Жеменей емес. Есен Жеменей. Түсінген шығарсыздар. Есен Жеменейдің сейіті. Кәрі нағашым Найман. Әжем. Сонымен болған сияқты басқа қалғандар. Мен тобышпын, тобыштың ішінде қарашымын. Look at me. Нағашым Қосай, Шалбар, Лейвлс. Кәрі нағашым Тоқтамыс Жарылар. Сәлем сен. Сол? Бір қазанның ішіндегі сол ғой. Барлығы бір қазанның ішінде жүр. Жеке, әңгімеміз қызып жатқан сияқты бағдарламамыздың демеушісі Қазан дәмханасы. Сол Қазан дәмханасында доставка бар екен. Не тапсырыс береміз? Пицца өшіш, пицца. Жігіттер, тапсырысымызды бердік. Енді болашақта қандай пландарыңыз бар, соны айта кетсеңдер. Болашақта бұйырса жаңа да тректер шығарамыз ба деген ойдамыз. Жайлап өз бабымен, бір қалыппен жұмысыма да барып келіп, өнермен де айналыс, жұмысыңа да бар. Асықпай тез-тез дейсің ғой. Иә. Орыстар айтқандай тише едешь, дальше будешь дейді. Сол тректер ма? Ал енді жігіттер, көңіл көтеріп отырайық. Жай ғана кішігірім челленджіміз бар. Мен бір әйгілі өлеңді айтам, ал сіздер оны әзілді қылып жалғастыру керексіз. Дайын болсаңыздар, бастайық. Тутитам. Везде нұр отан. Нұр отан. Келесі. Жаным, қайнап жатыр ыстық. Наным. Чайник. Рахмет. Ақтау қазақ рэптің астанасы болғандықтан менің рэпер достарым сіздердің болашақта шығатын әндеріңізге тақырып дайындап қойыпты. Сол тақырыпты мен сіздерге айта кетейін. Мүмкін арасында ұнап жатқан тақырып болып отса, ала кетіңіздер дегендей. Ал бастаймын. Бірінші тақырып Бека Домкрат. Сека кілт, Бека Домкрат. Бәрі жұмқыратты. Тағы да мұндай вариант бар. Келесі вариант өсек шығатын. Өсек шығатын. Өсек шығатын. Жақсы өсек шығатын. Келет деген идея. Алып қояды. Өсек шығатын. Тезіз ұзатып. Тағы да бір чисто ақтауский вариант бар. Бұл нәнтәш. Нәнтәш. Енді бір серьезный лирикалық әнге тақырып дайындап қойыпты. Ол тақырыптың атауы Назарыңа қуанам. Қуаныш Назаров. Назарыңа қуанам. Бұл кітаптың аты сияқты ғой. Биографияң сөйтіп қоярмыз. Назарыңа қуанам. Серьезный трек дейсің ба? Мен бака серьезный тректерді ондай қатты ойлап жүрмін. Мен адамдарды грусть еткім келмейді. И так мен мына өмірді өзі білесің ғой. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап қабағын қар жауып. Жаным, мен сені сүйем, сағындым, не бар бұл. Тағы бір әдемі вариант бар. Бұл Ты мой махабаха деген. Ты мой махабаха? Сыртынан күледі бәрі ха-ха дейсің. Сосын мұндай простой вариант бар. 17-лік кілт деген. 17-лік кілт уже бар ғой. Бір өлең. 17-лік накидной, гайкілерді ағытамын против часовой. Тросельная заслонка, дача холостой. Бар сатып алып келші, ВД-40 родной. Тапсырыс берген тамағымыз да келді. Қазан дәмханасына үлкен рахмет, доставкаларың тез екен. Жігіттер, ауыз теп отырайық. Мына жерде адай болса. Адайым бейіп атшады. Бір-бірден бөліп.
Как бесплатно. Қазан дәмханасының орналасқан жері 12 мен 27-ның арасындағы Казнога заправка бар, соның қасындағы ғана пит-стоп бар ғой, Азербайжанның локализациясы. Соның екінші этажында ешті сұраққа хабарласың. Көтерілесің ғой. Адрес ұзын, бірақ түсінесіңдер. Ақталдікі болса явно түсінесің. Жігіттермен ойын ойнайық. Бізде Whisper Challenge ойынның шарты мынадай. Біреуі құлаққап киеді, екіншісі сөз ойлап табады. Құлаққап киген адам өлеңнің ойнағанына қарамай, қасындағы адамның ойлап тапқан сөзін айту керек. Распредвал. 7 февраль. Распредвал. Распредвал. Предвал. Распевка. Распредвал. Жить. Распредвал. Распредвал. Вал. Распредвал. Жарайсың осы, енді қуанышқа бер. Әкел, мен қудыртайын. Не айтам? ACDC кетіп жатыр кәдімгі рок. Хайп подкаст. Құрттың ғой тағы. Не? Маған бір боғау сияқты қылып көрді. Қайтайшы. Құрттың ғой тағы. Үші, не алдайды қозы? Дұрсат айтшы қозы. Сен дамайсың ғой. Құрттың ғой тағы. Қуырдақ. Қуырдақ па? Құрттың ғой. Да, қоқысты. Тоста сөзді айта көрі. Боқта атқан жоқ. Қайта. A few moments later. Қолтық. Қолтырауын. Қолтырауын біз сәне. 6 hours later. Қуаныш, құрттың ғой тағы. Еще сені вообще жаман көріп. Сен вообще страшный. Қолыңды қудыртады дейсің ба, не алайсың? Не алайсың? Құтты қуына? Тұндылық? Табу керек еді, не де болса бірдей алайсың. Тосын сый? Не алайсың? Day 4. Ну, квадрат, но... Құта қандай май? Не дат? Дөңгелек. Дөңгелек? Суши? Жоқ! Енді. Дөңгелек. Құрт! Құрт та? Құрттың. Құрт аузыңа? Құрт ақ? Құрт че? Не зат жес? Құрт чайнап жес? Бір сөз ғой, бір сөз. Бір құрт. Палчика? Құрттың ғой тағы? Радио прошел. Жігіттер, қазақ болған соң тілекші халықпыз. Сендердің аттарыңыздан менің бағдарламама байланысты тілек есту мен үшін үлкен мәртебе деп есептеймін. Сол себепті бір-екі ауыз тілектеріңіз. Аузыңа май ғой біріншіден. Аузыңа май, жақсы программа. Алға қарай дамай берсін. Тек аузыңа май болмасын, астыңа тай болсын. Мына программа шын айтайын, үлкен бай болсын деймін ғой, әңгіме шыны керек та. Аузыңа май. Дамай берің жігіттер, осылай Маңғыстауды жайлап осындай телеарналар пайда болып жатқанына қуаныштымын. Осылай кісілер сонымен айналысып жүргеніне уақыттарын бөліп, біреулер оны да түсінбейтіндер бар ғой, үйде отыр, мынау мен де істей аламын деп та. Істей алсаң істешейші деген сияқты әңгіме ғой, мен кісілер істеп жатыр, соларға сау болсын. Не де болса тек программаларыңызға алға қарай баса берсін деймін. Дамай беріңдер. Тек необычный болып көрініп жүре беріңдер деймін ғой. Сіздердің программаларың Маңғыстау емес, тек басқа бүкіл Қазақстан бойынша қарасын деймін ғой әңгіме шынында. Ақылбек және Ақылбектің командасына, жалпы аузыңа май бағдарламасына көп рахмет шақырғанға.
Қазан дәмханасына рахмет. Қазан маса болсын жалмас. Пицца өте дәмді болды. Жалпы аузың амай бағдарламасына тек табыс, алға қарай өсе беріңіздер. Тек шабыт, креатив, Ақылбекті баяғыдан танимыз, құрттай кезімізден. Сөйтесің ғой. Сөйтіп полицейсің ғой. Тым жақсы. Түсініңіз ба, қалай келгенін білесің ғой. Режиссер аға бола тұрады. Сол, тек алға баса беріңіз, қолыңыздан келеді. Аузың амай каналына subscribe, подписываемся, лүпіл, лайк ставим. Астына YouTube пық-пық қыл жер, көтеріп жер. Көтерейік әне достар дейді өлеге түсіп кетті ғой. Жігіттер, үлкен рахмет, ауыздарыңызға плотный, былқылдаған сап-сары май. Рахмет. Ал енді менен тілек, осы көше ақындарының стилімен біздің өнерімізді дамытып жатқандарыңа, рухани байытып жатқандарыңа үлкен алғысымды білдірем. Әрқашанда істеген істеріңіз оңынан шығып, үлкен бір нәтижелерді берсін, биіктерден көріне беріңдер. Ал енді өнерлеріңіз болашақта үлкен нәтиже беретініне лично мен сенімдімін. Аузыңа май!